Малмен айналыссам не айтасың, қандай ақылың бар деп сұрақ қоятындар көп. Мен телефонмен отырып сөйлесетін негізі уақытым жоқ. Біз шаруа адамдарымыз ғой енді. Қазір жаздың мезгілі. Менің айтатыным ол адамдарға: шынымен шешім қабылдадың ба, баста. Өйткені өмірде мынандай бір табиғи заңдылық бар. Өмірде ешқашан бірінші теория, екінші практика болмайды. Қазіргі ғылымның нәтижесіне шыққан нәрселер ғой. Бірінші теория, кейін барып практика. Мысалы, мектеп, сосын универ, сосын барып практика. Солай қазіргі ғылымның тапқан нәрсесі. Ал негізі өмірдің табиғи заңдылықтарында бірінші практика, сосын теория. Ол қалай дейсің ғой. Міне сендерге айтайын. Сен дүниеге келесің. Сен дүниеге келген мезгілде жатпайсың тыпырлап. Сосын аяққа тұрам дейсің. Аяққа тұрып, тәй баса бастаған мезгілде қасындағы адамдардың бәрі: ойбай, мына сен тұрма, сен оқуың керексің, жүруді үйренген жоқсың, сен буын қатпаған, бір жерін шығарып аласың, бір жерін сындырып аласың, әлі жұмсақ сені деп ешкім аялаған жоқ. Олар керісінше сен тұрған мезгілде бәрі мәз болды. Сен құлайтынды біліп тұрса да олар сен құлайтынды біліп тұрды олар. Бірақ соған қарамастан олар қуанды, сен тұрып атқаныңа қуанды. Сен практиковать етіп жатсың, сен теория оқыған жоқсың ешқандай. Сосын құлайсың, құлаған мезгілде сен бір нәрсе үйренесің. Мен тұрсам құлаймын екен ғой деп, содан сақтана бастайсың. Дұрыс па? Тұрмай құлаудың не екенін түсінбейсің сен. Құлаған болған мезгілде не болатынын да түсінбейсің. Алар айтса да түсінбейсің бәрібір ешкім. Сол сияқты ыстық суға келген мезгілде де бәрі піш десе сен түсінбейсің. Сен бірінші күйесің, сосын барып піш деген сөзді түсінесің не екенін, ыстықтың. Сол сияқты бірінші практика, сосын теория. Мінекей үйренесің. Теория деген не? Бұл ыстық, маған қиын, мені ауыртады екен, мені күйдіреді екен деген сияқты. Мынау қорқынышты нәрсе екен деп абайлайсың. Ең жақсы мысалы мынау. Мен не айтып отырмын? Естеріңнен шыққан жоқ па? Бір нәрсені бастағыларың келді ма, бастап кетіңдер. Әрине, кішкене айнала қараңдар, не болып жатқанын қараңдар. Мал шаруашылығы бәрімізге таңсық емес. Бәріміз білетін нәрсе негізі. Бірақ батыл керек. Өз бетінше мал шаруашылығымен айналысу үшін батылдық керек. Аяққа тұрып тәй басу үшін батылдық керек. Великті айдап жатқан мезгілде ең күшті мысал сол велик. Барлығымыз велик айдаймыз, иә? Великті айдап жатқан мезгілде кім үйретті бізге? Кім оқытты великті? Былай бассаң, былай басасың, сосын барып айдайсың деген. Кім оқытты? Ешкім оқытқан жоқ. Великке міндік, құладық, оңбай құлаймыз, жырып кетеді үсті басымыздың бәрін, быт-шыт боламыз. Бірақ кім қорқатын болса, ол великті айда алмайды. Мен құлайды екенмін, велик айдасам деп қорқып қайтып қалса, оны великті айда алмайды ешкім. Бірақ біздің 99-ымыз қорққан жоқпыз, великті үйрендік. Өйткені бәрі айдап жүр. Көріп жатырмыз, анау да айдап жатыр, мен неге айда алмаймын деген сияқты ішімізде болады. Сол сияқты анау шаруа істеп жатыр, мынау да істеп жатыр, мен де істеймін деген сияқты. Бірақ не? Теориядан сабақ ала білу керек. Біздер қазіргі мезгілде ходунок деген шықты, иә, балдарға. Балдар қазір құламайды, жақсы. Отырғызып қояды, үйренеді, аяқтары буын қатқанша аяғымен басып, жүгіріп үйренеді. Вот страховка керек. Вот қазір великке де кішкентай балдардың великтеріне екі жағына екі дөңгелек қояды. Ол да страховка. Сол себепті сен страховканы жасауды білуің керексің. Страховка самый важный нәрсе кез келген кәсіпте. Страховка жасаған дұрыс. Тупо кіріп кеткеннен гөрі. Дұрыс. Сен көп нәрсені істеген мезгілде ғана үйрене аласың. Істемей тұрып еш нәрсе үйрене алмайсың. Саған оқытса да бизнестің мықты бизнесмендер оқытсын, иә, миллиардерлер, миллионерлер, триллионерлер келіп сен бизнес туралы оқытсыншы, сен түк түсінбейсің, сен практикаң болмаса. Сол себепті табиғи үрдіс ол практиковать ету керек. Практика. Біреулер айтады: оқы. Құранда айтқан дейді, оқы деп айтады. Олай емес. Бірінші практика, сосын барып оқы. Сол практика өткен мезгілде сен оны оқи білуің керексің. Мынау мынандай екен ғой деп түсіне білуің керексің. Ал сен жасаған қателігіңді құлаған жерінен тағы да құлап атсаң, сен, значит, оқымай жатсың. Вот теория деген сол. Сен оқуды білмей тұрсың. Мұъмин дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: мұъмин бір жерден шағылған жерге екінші рет шағылмайды дейді. Яғни бір іннен шағылғаннан кейін бір інге бардың, шағылдың жыланға,
қарақұртқа ма, ол екінші ол жерден шағылмайды дейді мүмин. Бірақ шағыласын, бірінші рет шағыласын, значит. Мүмин деген кім? Мүмин мен мұсылманды ажырата білу керек. Мұсылман мүмин болмау мүмкін. Мүмин мұсылман бола алады. Сол себепті сендер страховканы жақсы жасай білу керексіңдер. Әрбір істен бір нәрсе үйрену керексіңдер. Сендерге күшті бір мотивация беретін бір адам бар мал шаруашылығында. Ол Меня зовут Кенжебаев Жанибек. Я по образованию юрист-международник. Всю жизнь прожил в городе, строил карьеру там, но однажды, 6 лет назад, решил все это бросить и уехать в степь, осваивать нашу любимую казахскую степь. На сегодняшний день я управляю фермой с общим поголовьем более 7000 голов животных. осындай кәсіпкерлер тыңдаңдар. Ол кәсіпті бастаған мезгілде қаланың баласы ол. Қаланың, мал көрмеген қаланың баласы. Ол малдың қайсы ұрғаш, қайсы еркегін ажырата алмайтын болған мал шаруашылығына келгенде. Өзі бастап жатыр, алып жатыр, істеп жатыр. Бірақ ол білмейді екен. Кейін малды бағып жүріп үйренген ол. Қазір ол енді мал шаруашылығында кәсіпкерлердің номер 1 ол. Осындай адамдар тыңдаңдар. Сендер анау кредит алып мал шаруашылығын жүргізіп жатқан адамдарды қарамаңдар. Анау жоғары жақта таныстары бар, кришалар бар адамдар, мал ұстап жатқандар адамдардың оларын үйренбей қойыңдар малшылықта. Немесе ауылда бір 20-30 сиырына мас болып жүрген малшылардан мал шаруашылықты үйренбеңдер. Олардан үйреніңдер әрине. Жоқ, олардан вообще үйренбеңдерші. Өйткені олар қораның қандай болу керектігін білмейді ғой. Баяғы жартас, бір жартас. Сол күйінде қалған адамдар. Үйреніп қалған, сонымен жүр. Сендер мінекей дамып жатқан, жоғары шығып кеткен адамдарын үйрену керексіңдер. Совет үкіметінен алдын мал шаруашылығы мықты болды. Өйткені атадан балаға келатқан кәсіп еді. Совет үкіметі ол кәсіптің бәрін жоқ қылып жіберді. Малшылар болса тек артында жүруді біледі, малдың артында. Кәсіпке айналдырудың не екенін білмейді. Ал қазір мал шаруашылығын үйрену, малды үйрену емес, малдың қандай екенін. Оны үйрену керексің. Бірақ оны кәсіпке айналдыру бөлек шаруа. Ол үшін сен практиковать етуің керексің. Практика, сосын барып, осындай кәсіпкерлерге барып, осындай бизнес коучтерге барып, кәсіптің үйренуге болады. Мысалы, мен мына кісіден үйрендім, біраз нәрсе үйрендім. Кәсіптің не екен. Сендерде бұндай адамдарға бару үшін бірінші сендер практиковать етуің керексіңдер. Бірнеше жыл, бір жыл емес, бірнеше жыл. Бір 5 жылдан асу керек практикаң. Өйткені сен 5 жылдың ішінде оны жалғастырғың келе ма, келмей ма, соны анықтайсың. Сенің жолың ба, сенің жолың емес па, соны анықтайсың. Оған дейін барып, мынаны барып оқудың қажеті жоқ. Сен барасың да бір тәжірибеден өткізіп, өзің аналармен мен сияқты, немесе Жәнібек сияқты адамдардан тыңдап, қосымша. Практика қосымша. Ақша жұмсамай, мен сияқты адамдар тегін айтып отыр ғой. Ондай көп тегін айтып отқандар. Әзірше тегін айтып отқан мен сияқты адамдар тыңдаңдар. Ары қарай менің салам екен, мен жүргізе аламын. Бұда мен пайда көп тауып жатырмын деген мезгілде барып оқыңдар, ақша жұмсаңдар. Мен бұл саланы оқу үшін миллиондаған ақша жұмсадым. Ең самый главный сендердің бастарыңа құйып алатын ең самый главный нәрсе не екен айтайын ба? Ең самый главный уақыттарыңа инвестиция жасаңдар. Уақыттарыңа самый главный. Сендердің уақыттарың быт-шыт. Мен айтайын, 100% айтам. Өйткені мен жөні бір дұрыс адам көрген жоқпын уақытына инвестиция жасаған. Ол қалай дейсіңдер ма? Мына TikTok, Instagram, YouTube'тағы жұрттың өміріңе пайдасы жоқ нәрселердің бәрін жинастырыңдар. Егер дұрыс кәсіп қылам дейтін болсаңдар, дұрыс кәсіп ашып, алға жылжимын дейтін болсаңдар, дұрыс нәрселерді ғана тыңдауды үйреніңдер. Бірақ ол өте қиын нәрсе. Өйткені ол жерде манипуляция өте көп. Сені арбайтын, алдайтын нәрселерді жасап қойған олар әдемі қылып. Ол жерде күшті маркетинг жүріп жатыр. Одан қашып құтылатын әртүрлі жолдар бар. Сол жолдарды үйрену керексіңдер. Бос нәрселерден сақтаныңдар. Сен уақытыңды есептен көресің. Не нәрсеге, мен пайдасы нәрсеге уақытым кетіп жатыр. Қарауың керексің күнделікті нәрселеріңе. Мен
қай жерге бос нәрсемді жұмсап жатырмын, соларын тыйылуға тырысуың керексің. Тикток, инстаграмдағы қыртың жыртыңдарды, ол ловушка. Сен хочешь не хочешь, ол қолыңда тұр телефон. Түсіндің ба? Бұны тастайтын көптеген жолдары бар. Бірінші, өзіңді бақылауың керексің. Өзің бақылай алмадың ба, сен еш нәрсені бақылай алмайсың. Негізі халық мына тобыр, негізі біреуді жығып, біреуді ұрып бежектер болып жатады ғой. Сонда мәз ол герой болып жатады, мысалы. Хабиб па, тағы да кім, Тайсон ба, олар мықты ең қазіргі батырлар болып кеткен ғой. Бірақ сенің өміріңе ешқандай қатысы жоқ ғой. Оны батыр емес, ондай адамдар батыр емес негізі. Біреуді ұрып шыққан. Бос нәрселерден өзіңді өзің ұстай алсаң, сен ең батырсың, сен ең мықтысың. Өйткені өзін ұстай алған дер кезінде. Бос нәрселерден уақыттардан сақтай алған адамды ешкім жеңе алмайды. Ең қауіпті адам сол, сенсің сол мезгілде. Сен ең мықты адам боласың. Сен егер әркімнің ана қылтың жылтыңына ербеңдеп кетпесең, уақытыңды босқа құртпасаң, тек қана өзіңе уақытты жұмсауды үйрене білсең, міне сенсің сол мезгілде, сенсің. Оған дейін сен емессің, сен біреусің, басқа біреусің. Соны есіңе құйып ал. Біреулер ойлайды, секунд деген не, ол өтеді де кететін нәрсе. Жоқ, секундтан минут құралады, минуттан сағат құралады. Егер сен секундтыңа, кетіп жатқан секундқа мән бермесең, жоқ, барлық нәрсе кішкенеден басталады. Мұхиттар тамшыдан құралған. Сен егер секундтыңа мән бермейтін болсаң, қайда кетіп жатқанын, сен сағатқа мән бергенің, сағат туралы айтпай ақ қой сен. Сағат туралы. Өйткені сен өзіңнің өтіп жатқан өміріңе мән беріп тұрған жоқсың. Оны қайтара алмайсың, секундыңды қайтара алмайсың сен.